бұрынғының адамдары қалай мықты болған деймін да. Тістерін плоскогубцпен тартып, байлап есікпен жұлып деген да. Масқара, не деген шыдам, не деген нерві. Қазір укол салмаса, ана тісін қақсап әзер шыдайсың ғой. Ой, бүгін укол салмап еді ғой. Шыдап шықтым мен, зорға шыдап шықтым. Ақшта тіс емдеу деген енді бұл жақта асықпай емдейді. Біз сияқты бір күнде тарсылатып бермейді. Асықпай емдейді. Бір жұма тазалай ма, сондай бар екен. Бірақ тестейтіндері де бар. Ақшасын берсең, сол күн істеп беретін сияқты. Менікі андай страховкамен болғаннан кейін үкімет төлейді да. Содан тегін болғасын ба, әйтеуір бір тісті 2 ай емдейді ғой. Сондай бұл, асықпай, пломбасын салады, тазалайды, үйтеді, бүйтеді ош. Тіс дегенді байқау керек. Ең жек көретін нәрсем ол тістің дәрігеріне бару. Тіс емдеу деген жаман жек көрем.